Кейде өмірде түсіндіріп бере алмайтын оқиғалар болады. Бәріміз көріпкелдерге сенбейміз, бірақ кейде тағдыр сені сендіруге мәжбүрлейді. Бүгін мен саған бір жігіттің басынан өткен мистикалық оқиғаны айтып беремін. Ал егер сен мистикалық оқиғаларға қызығатын болсаң, арнаға жазылып, видеоны соңына дейін көр. Бұл оқиға сені бейжай қалдырмайды. 2018 жыл. Алматы. 25 жастағы Бекзаттың өмірі қиын кезеңде еді. Ол ақшаны оңды-солды шашатын, несиеге көлік алды. Бірақ оны төлей алмады. Достарына бәрі жақсы деп көрсеткенімен, ішінен қатты қиналатын. Бір күні досы оған ұсыныс жасады. Ауылда бір көріпкел кемпір бар. Айтқаны айна қатесіз келеді дейді. Барып көрейік бе? Бекзат күлді. Сен әлі сондай нәрселерге сенесің бе? Досы да жымиып, қызық үшін барып көрейік, ең болмаса, ермек болады. Ақыры Бекзат келісті. Бірақ ол кезде бұл шешімнің өмірін өзгертетінін білмеген еді. Ауылдың шетінде тұрған үй қорқынышты көрінді. Кішкентай саман там. Терезелері қараңғы. Ал есік алдында қара мысық отыр. Досы есікті қақты. Есік өздігінен сықырлап ашылды. Іштен көзі суық, арқанызды мұздатып жіберетін бір кемпір шықты. Келіңдер. Мен сендерді күтіп отырмын. Бекзаттың ішін бір түрлі сезім биледі. Қалай күтіп отыр? Біз келетінімізді ешкімге айтқан жоқпыз ғой. Олар ішке кірді. Үйдің іші қараңғы, кішкентай шырақ қана жанып тұр. Қабырғаларда ескі фотолар, бір бұрышта қара мысық отыр. Кемпір көзін жұмып, тыныш отырып қалды. Сосын кенеттен басын көтерді де Бекзатқа тіке қарады. Сен көп күлесің. Бірақ 40 күннен кейін күлетін түрің жоқ. Бекзаттың күлкісі сап тыйылды. Қандай 40 күн? Не айтып отырсыз? Сен біреуге жамандық жасадың. Біреудің ақысын жедің. Соны қайтармасаң, қасіретке ұшырайсың. Бекзат жүрегінің дүрсілін сезді. Кредитке алған ақшамды қайтармағаным ғой. Бірақ оны бұл кемпір қайдан біледі? Мен сен жайлы бәрін білемін, балам. Таңдау сенде. Ақшаны қайтар. Болмаса, өкінесің. Бекзат бұл сөздерге сенбеді. Бірақ сол күннен бастап өмірі өзгерді. Бірінші күні телефоны өздігінен сөніп қайта қосылмай қойды. Екінші күні жұмыстан шақырту күткен еді, бірақ қоңырау келмеді. Үшінші күні кредитке алған көлігі бұзылып, жолда қалды. Төртінші күні үйінде шам өздігінен жанып өше бастады. Бәрі ушыға берді. Бекзат өзіне келе алмай жүрді. Жай ғана сәйкестік қой. Сол кемпірді ойлай бергеннен көрі, басқа нәрсемен айналысу керек. Бірақ ең жаманы әлі алда еді. 40 күн жақындаған сайын Бекзаттың бойын қорқыныш биледі. Түнде ұйықтағанда түсінде баяғы кемпірді көре берді. Ол түсінде, ақшаны қайтардың ба? Деп сұрайды. Бір күні кешке подъездің алдында баяғы қара мысық тұрды. Бірақ бұл жолы оның көзі Бекзаттың көзіне тік қарап, жарқырап тұрды. 40 күні таңертең Бекзаттың жүрегі алқынып тұрды. Ол таңертең далаға шықты. Кенет үлкен жүк көлігі оны қағып кетті. Бекзат тірі қалды. Бірақ енді өмір бойы ақсап жүретін болды. Ол осы оқиғадан кейін өзгерді. Адамдарға әрдайым бір кеңес береді. Ақшаң болса да, болмаса да, ешқашан қарызды кешіктірме. Біреудің ақысын жеме. Себебі қарғыс деген нәрсе бар. Бірақ бұл оқиға шынайы ма, әлде тек сәйкестік пе, оны ешкім білмейді.